Жоғарғы оқу орны түлектерінің 60% университет бітірген соң өз мамандығы бойынша жұмыс істемейді. Саламатсыздар ма? Қазіргі мектеп бітіруші түлектеріміз өзіне ұнаған мамандықты таңдамайды және оның кесірінен болашақта өз мамандығымен жұмыс жасамайды. Мамандықтың тарихы мен қазіргі жағдайы және болашағын ойлай білу керек. Осы орайда Алматы мемлекеттік көлік және коммуникациялар колледжінің ұжымы мен студенттеріне мамандық кеше бүгін ертең атты тақырыбында сұхбат алып көрдік. Менің есімім Нұржан Итар. Мен бұл колледжді таңдаған себебім, менің аталарым, ағаларым барлығы теміржол саласына жұмыс жасайды. Сол кісілердің айтуы бойынша теміржол саласына түстім. Себебі бір жағынан алып қарасақ, Қазақстан қалаларында теміржол саласы өте күрделі дамыған. Біздің колледжде теміржол саласының 6 мамандығын оқытады. Мен таңдаған мамандығым автоматика, телемеханика және теміржол көлігіндегі қозғалысты басқару. Алдағы уақытта осы мамандықтың иесі болып Қазақстанға адал жұмыс жасауға дайынмын. Мен Алматы мемлекеттік көлік және коммуникациялар колледжінде Құдайға шүкір 14 жыл мұғалім болып жұмыс істеп келе жатырмын. Осы 14 жылдың ішінде бізде білім алған студенттер Қазақстанның түкпір-түкпірінде жоғарғы лауазымды қызмет атқарып келеді. Біз өзіміздің түлектерімізді көріп қуанамыз, мақтанамыз. Айтады ғой, ұстаздар шәкірт озат деп, өз шәкірттеріміздің осындай жоғарғы белестерде көрініп жатқан ол біз үшін әрине жоғары мәртебе. Қуанамыз студенттеріміз үшін. Менің есімім Есіркеп Сұлан. Мен теміржол құрылысы мамандығында оқып жатырмын. Алдағы уақытта өзімнің еліме пайдасы тиетін мамандық иесі болғым келеді.